Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен медовый торт дайындаймыз. Осы видеоны көріп отырсаңыз, подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыз, жоғалтып алмас үшін. Бұл рецепт классикалық рецепт болып саналады. Сондықтан кеттік, бірге дайындайық. Ең бірінші бізге 2 жұмыртқа, қантты жақсылап миксермен болмаса венчикпен араластырып алуыңыз керексіз. Однородный масса болу керек. Однородный масса болғаннан кейін бал саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін май саламыз. Майды оттың үстіне қойып осылай ертіп аламыз да, ас содасын қосамыз. Ас содасын қосқаннан кейін тағы да оттың астына қойып алып, көтерілгенше араластырамыз. Масса кішкене көтеріледі. Осы массаны үлкенірек ыдысқа салып, ұнды жайлап араластыра бастаймыз. Қамыр қолға жабыспақ болады, бірақ ол кейін тоңазытқышқа салып алғаннан кейін жақсы болып кетеді. Міне мен силиконовый коврикқа салып, жақсылап илеп аламын. Илеп алғаннан кейін 9 болмаса 10 бөлікке бөлесіз. Бөліп, жақсылап дөңгелектеп, осылай ыдысқа мен сразу дайындап алам, кейін жаюға оңайырақ болады тоңазытқыштан кейін. Тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде салып қою керек. Міне қамырым дайын. Енді жаймеңдеп жайып аламын.
Жайып алғаннан кейін осындай формаға салып жан-жағын кесіп аламын. Кескенді қалдырып қоямын. Жан-жағын әрлеу үшін. Сосын қамырды осылай вилкамен тесіп шығу керек. Болмаған жағдайда наныңыз көтеріліп, шарик шығып кетеді. Шарик болып көтерілу мүмкін. 175 градус духовкаға қызып тұрған саласыз. 5-7 минут, одан артық салуға болмайды. Міне бірінші коржы пісті. Керемет жұмсақ болып шықты. Осылай 9 коржды пакетке жақсылап орап, холодильникке салып қоясыз. Бірақ бұл міндетті емес. Егер сіз бүгінге дайындайтын болсаңыз, кремін жағып дайындай берсеңіз болады. Мен сметанный крем таңдадым. Бұны басқа да креммен дайындай берсеңіз болады. Маған бірінші сахарный пудра, майды жақсылап араластырып, 5 минут көлемінде араластырып аламын. Май кем дегенде 2 сағат комнатный температурада тұру керек. Сол кезде креміңіз өте жақсы шығады. Одан кейін аз-аздан сметана қосып отырамын. Жақсылап араласқаннан кейін креміміз дайын болады. Сметананы 1 сағат бұрын тоңазытқыштан шығарып қойған дұрыс. Сонда креміңіз өте керемет болып шығады. Крем дайын болғаннан кейін осылай әрбір коржға салып шығамын кремді. Міне бастадым. Осылай бір келкі қып әрбір коржға жағып шығасыз креміңізді. Одан кейін үстіне қойып отырасыз. Жан-жағына да крем жағуды ұмытпаңыз. Бұл медовый торттың классикалық рецепті болғаннан кейін корждан артылған қамырды пісіріп алып, блендердан өткізіп алдым. Осылай үстіне сеуіп шықсаңыз болады. Жан-жағына да себуді ұмытпаңыз осылай. Лайк басып, комментарий қалдыруыңызды ұмытпаңыз. Подписка күтеміз сізден. Үлкен рахмет қарағаныңыз үшін. Сау болыңыз.